Саламатсыздарбы балалар? Саламатсызбы. Калдарыңыз калай, жакшымы? Жакшы. Ендеше сабак баштамас бұрын сыныпта оқушылардың түгелдеп бір алып алайық. Ендеше кезекші бүгін айта ғой. Сыныпта бәрі түгел сабаққа дайын. Рахмет. Сабаққа дайын болсақ, алдағы тапсырма, өткен тапсырма бойынша үй тапсырмасын еске бір түсірейік. Үйге не бердік? Мамандық кәсібиесі жалпы болу үшін ол адамның бойында қандай жақсы қасиеттер болу керек, иә? Ендеше бірінші топтан бізден кім айтады? Мен сөйлесем. Мамандық таңдаған кезде оны сүйіп таңдау керек, оны жұмысыңды атқарған кезде оны біліп және жақсы атқарып оны білмеген жағдайда сен оған еріншек бола бастайсың. Екінші топтан? Рахман айта ғой. Мамандық таңдаған кезде ол мамандыққа қызығушылық болу керек. Қызығушылық болмаса, ол мамандықтан сен өте көптеген табыстар таба алмайсың. Және де мамандықта қасиеттеріне ептілік, сабырлық, төзімділік керек. Дұрыс айтады. Үшінші топтан? Рамазан? Үлкен мамандық иесі болу үшін ең алдымен өзіне сенімділік қажет. Және қуат қажет. Сол мамандыққа деген ынта болу қажет. Дұрыс айтасың. Яғни тек қана мамандықтың жаңағы кейінгі болатын табысын ғана емес, қабылдай беретін болса, оның әрбір қиындығына соны төзетін болса, әрине біз сол маманның нағыз иесі болып шығатынымызға кәміл сенеміз. Ендеше балалар, бүгін біз келесі тақырыпты өтеміз, бояу сыры деген. Бүгінгі біз тақырыпта сабақ өту барысында жалпы берілген мәтіндер бойынша жаңағы кесіне бергізесіз ба, суреттер берілетін соның ақпараттардың барлықтарын бір-бірімен салыстыру мақсатына жетеміз деген ойдамын. Ендеше дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, бояу сыры деген тақырыпты дәптерге түсіріп аламыз. Ендеше балалар, тақырыпты дәптерге жазып түсіріп болсақ, тапсырма бойынша орындайық. Бірінші тапсырма бізге берілген мәтін екен. Ендеше алғашқы абзацын бірінші топтан кім? Әдет бастай қойып, назарымыз мәтінде болсын. Жайма көктем еді. Табиғаттың өзге бояулары менсінбей өзінің бар бояуын жапырақта көрсетіп тұрған шағы болатын. Соның әсерімен суретші досының картиналары табиғат картинасының алдында солғын тартып күлімдеген күн көзімен ұялғандай сияқсыз көрінген. Оның бір кесімді пікірінде айталмай бір-біріне көзінде алып қашып көмілжей бергенім. Келесі картина жалғастыра ғой. Бұл көмбе көк шалғынның үстінде аяқ қолыңдар битіп бір жалаңаш жатқан лапанаптай сәбидің бейнесі кескінделген картинасын қолмен нұсқап. Келесі біз екінші топта кім жалғастырады? Және мына суретте не көріп тұрсыз? Деді мен көмейдің бір құпия сырды ішіне бүгіп тұрғанда екі көзі құшқынады. Ол ғарыш перзенті әлі оның әкесі. Әкесінің қош жаңағы сәбимен әркім олға қой қасыр бақылады. Ол картинадағы көгілдір аспан теңізіндегі таңғы көштен қалып болған қош қылдай сылдыраған қос таңбаны көрсетті. Мен өзінің кәсіпқой сыршы емес екенімді сондықтан да көркемдеп сыйлаған тереңдеп аңдай алмайтынымды айтып жатқам. Келесі кім жалғастырады? Жалғастырып береді, Рахман? Жоқ, деді ол басын шайқап. Сізді келіспейтіндігін білдіріп. Түсінуге тиістісіз. Өйткені сізде мына мен де жалған жер басып жүрген түсінігердің барлығында ғашық перзенттері. Осыдан соң ол өз картиналарындағы ойдың бәрінде ғашықпен байланысты екенін, өйткені суреттер санасына келіп қырқалар арқылы жарыққа шығу ұмтылатын идеялардың барлығы ғашықтан жететінін баланы айтып маған тереңірек түсіндіруге тырысты. Үшінші топтан? Идея дегеніміз ғарышта қалқып жүретін материалсыз сана. Онда олардың ешінде таратушысы да жоқ. Бірақ әлсін жер бетіне қарай ұмтылып, қайсы бір жандардың санасына қонып бейнелеу музыка немесе сөз өнері арқылы таралады. Ал оларда таратушылар, суретшілер, композиторлар, жазушылар немесе философтар. Кім ізденбас? Назарларымыз экранда болсын. Бірінші топ сіздерге беретін сұрақ суретшінің көзқарасынан қалың. Екінші топ сіздерге беретін сұрақ сурет өнерін өздерің қалай түсіне алар едіңдер. Ал үшінші топ сіздерге суретшінің жетістігі неде деп ойлайсыңдар. Осы топ бойынша топпен бірігіп ақылдасыңдар. Және де ақылдасып болған соң араларға жауап береді. Ендеше мына топ
Taşoqlarning hisobi. Shuni aqlingizda ikkinchi safarlar 3-Ramazon. Dayndalamiz. Dayım olan qanday belgi chiqaramiz? Uchinchi to'pdan keyin kelasi. Birinchi to'p. Ya'ni eng sonda qolgan. Ikkinchi so'roq fizik bo'yicha javob bergan tursak, birinchi so'roqimiz suratchining ko'z qarasidan ne ayta olasiz? Yani buraya javob berdik. Ikkinchi so'roq suratchi o'z ko'z qarasida bu qarashda mendiga qarashda solgan bu da qarashda kosmos yerga tunguyoq siyahti yerlar bor degan aytmoqchi. Жалпы сурет деп жатсыңыз, жалпы бұл мәтін кім туралы? Суретші. Өз көзқарасын осымен жеткізгісі келді. Өз көзқарасын осымен жеткізгісі келді. Екінші топ, сіздерге берілген сұрақ, суретшілердің өздерін сізге әсемай. Біздің ойымызша жоқ, себебі суретшілер біз байқамайтын құбылыстар білмеуі мүмкін. Және алайда сол адамдардың ойы оның үстінде жоққа шығады. Яғни суретші деген жалпы қандай басқа мамандыққа қарағанда суретшінің қандай айырмашылығы бар? Оны таңдаған, жүрегі қалаған адамның бойында қандай қасиеттер болады деп ойлайсыздар? Жалпы суретші. Қасиеттер ойлайсыз. Яғни өнер адам ретінде ой, иә? Сабырлық, байсалдылық және де суретті салу үшін де оны нақышына келтіріп белгілі бір туындыны шығару үшін де бірінші шағып келуі қажет екен. Ендеше үшінші топ. Бірақ суретшінің жетістігі не деп ойлайсыздар? Суретшінің жетістігі өз өнерін бағалай білгені және де суретшілердің өнерін бағалау өте қиын. Олар сабырлы және өз істеріне ұқыпты. Ал енді былайша қарап отырсақ көрмеге барған кезде көреміз, иә? Әрбір суретшінің жаңағы өнері өте қымбат бағада бағаланып жатады. Не себептен деп ойлайсыздар? Мысалы, көрмеге барған кезде картинаны көреміз ғой, иә? Өте бағасы қарап тұрсақ кішкентай ғана сурет, бірақ жаңағы өте 100.000-дардан, 60.000-дардан деген сияқты бағалап қояды. Не үшін жоғары өте баға қояды деп ойлайсыздар? Себебі суретшілер өз суретіне бар жан дүниесімен кіргізіп салады. Және де өзінің қанша ойымен дұрыстап келтіріп салады. Себебі өйткені олар жан дүниесімен барлық ақыл ойларын салады және де көптеген құралдарын жұмсайды. Және де ол жерде біз көрмейтін басқа дүниелерді Дұрыс айтасың, иә? Біз біле білмейтін, біздің ойымызға келе бермейтін, оны шабыты мүмкін бір түнгі 3-тен, оны шабыты түнгі 5-те келуі мүмкін таңдай, иә? Біз уақытта ұйықтап шыққан кез деген сияқты. Және белгілі бір қағазды көшіріп қана қоя салу емес, соның бір суреттің салу ішінде кем дегенде бір апта, бір айда уақыт кетуі мүмкін. Өйткені әрбір туындысына келген кезде өзінің ой-шұқырын жақсылап дамытып, соның бәрін қағаз бетіне түсіру, бұл екінің қолынан келе беретін дүние деп ойлаймыз. Түсінікті жатыр? Келесі жаңағы егер назар аударатын болсақ, бұл біздің бүгінгі арасында өтетін жаңа тақырыбымыздың бірі көнерген сөздер. Көнерген сөздер деп өзінің түбірі айтып тұр, көне, яғни баяғы ескі замандан. Күнделікті қарым-қатынасы жиі қолданылмайды, бірақ түпкі мағынасын жоймаған сөздерді қандай сөздер дейміз? Көнерген сөздер деп атайды екенбіз. Яғни ол сөздердің мағынасы әлі жойылмаған, оны айтқан кезде біз есімізге түсіре аламыз, бірақ оның орнын жаңа сөздер басып отырады. Ендеше көнерген сөздің өзі 3-те 2-ге бөлінеді екен, архаизмдер және тарихи сөздер, историизмдер деп аталады. Мынау кестеге қарайтын болсақ, бірінші архаизмдерге мата атауларының өзі. Бұрындары жаңағы бейқасап, бірге деген матаның түрлері болатын болса, қазіргі күнде шыт, бейнеу маталар деп жатамыз, иә? Әртүрлі өзіміздің күнделікті жаңағы ісімізге келіп жүрген матаның түрлері кейіннен шыға бастаған екен. Ал екінші әдет-ғұрыпқа байланысты баруға, бұйрығыда деген атаулары болған екен. Қазіргі күнде бұл атау жоқ, қазіргі күнде оның атаулары әрине жаңағы салт-дәстүрге байланысты өзгеріп отырған. Ал келесі архаизмнің бір түріне кезек беретін болсақ, үй тұрмысқа қажетті атаулар. Қандай мысалдар берген екен? Кебеже және моса. Кебеже дегенді қазір қалай айтамыз? Келесі атау. Қыздың атын апарады өтіп. Қандай? Сандық, иә? Бұрындары
кележек дейтін болсақ, қазіргі күнде оны жаңа атауы сандық деп аталады екен. Ал келесі біз жаңа историзмге кезек беретін болсақ, ал енді келесі екінші атауы бізде тарихи сөздер. Бұның екінші атауы бар, историзмдер деп аталады. Оған қандай сөздер бұрынғы кезде қолданған екен? Ол бойынша бізде Рамазан мысал ретінде айта қояйық. Елбасыларға байланысты сөздер олар уәзір, аға сұлтан, күн, уәзір, аға сұлтан, күн. Ал қазір оны қандай сөздер алмастырып отыр? Не басқарасыз? президент, және әкімдер, орынбасар, президент және депутаттар. Екінші топтан шапағат сөйлесің бе, айта қойып? Қандай қолданылмайтын қару-жараққа байланысты сөздер? Найза, адымдар, жебе. Ал оны қандай сөзге басып отыр? Автомат, ол бұрынғы кезде, иә. Ал қазіргі күнде мысалы жаңағы найза біз ағынан қолданбаймыз ғой. Бұның орнына қандай қару-жарақ қолданады? Автомат және мылтық, сосын тапанша қазіргі күнде заманауи әскери қолданатын заттар, иә. Ал үшінші бізге мысалы бар екен, Айша. қолданылған сөздер отарға, қызыл әскер тағы да басқа сөздері. Отарға, қызыл әскер, иә. Қазіргі күнде Отарға қазіргі кезде машина, яғни автомобильмен қолданылады. Ал қызыл әскер бұл тарихи әскерлер, иә. Сөздерді түсінген болатын болсақ, келесі біздің үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Бұл да тура топқа байланысты берілген тапсырма екен. Тарихшыларға, физиктер және тіл мамандарына байланысты, жаңағы сол мамандықтарға байланысты көнерген сөздерді табамыз. Ендеше бірінші топ сендерге қай топталасыңдар? Физик мамандығы бойынша, сендер тарих мамандығы бойынша, сендер мамандығы бойынша қандай неологизмдер, яғни көнерген сөздер барын қосымша мәліметті өздеріңіз бірге топтасып ізденесіңдер. Сіздерге азаман уақыт берейік. Тарихқа байланысты, физика саласына байланысты, тіл мамандығына байланысты қандай сіздер көнерген сөздерді білесіңдер? Ендеше физика саласы бойынша қандай көнерген сөздер бар екенін, қолданған екен, сол туралы бізде кім сөйлейтіндер? Ақнұржан айта қойып. Тоқтаға орындаймыз ғой, қалғанымыз дәптерге жазамыз. Екінші, тарихшылар бойынша сендерден бір оқушы тоқтаға шыға қойсын. Кім орындайды? Айдана орындай қойып. Дәптермен жұмыс, оқушылар әр топта бір оқушыны физика саласы бойынша, тарих және тіл мамандығы бойынша әр топтан бір оқушы өзінің тобымен ақылдасқан сөздерді жаза берсін, сендер дәптерге оны түсіреміз. Туындысы бар. Оның салған суреттері өте орасан зор, бірақ оның ішіндегі алғашқы 10 туындысын қазір сендер атап плакатқа түсіретін боласыңдар, қандай туынды екенін. Ал екінші, бізде жаңағы суретті жақсы салатын және сурет өнеріне қабілеті бар. Яғни екеуміздің былтыр ғана атауы берілген Бауыржан атамыздың өзі тек қана кәдімгі әскери қолбасшыдан бөлек сурет өнеріне де жақын болған екен. Ендеше мен сендерге сол Бауыржан аталарының суретке бейімділігін, қандай суреттерді жақсы салғанын біз топқа беретін боламыз саян жина. Ал үшінші топ сіздерге суреттерді сөйлетеміз. Биыл біздің тәуелсіздік алғанымызға неше жыл? 30 жыл. Яғни сол 30 жыл бойынша суреттерді салып, оны сөйлетуге тапсырма береміз үшінші топқа. Ал ендеше сендерге қажетті заттар бізде өздерің білетін қосымша ақпараттар, бір-бірімен ақылдасып. Біз туралы біздің Зейнет Ахметова апамыздың керемет
Жалпы сурет өнерінде қандай суреттерді керемет салған сол туралы Әбілхан Қастеев сурет өнерінің хас шебері десек те болады. Тәуелсіздікке байланысты біздің әр жылдарды суретпен қойып, оны сөйлетеміз. Топта жеке-жеке сөйлейсіңдер. Topta dayı olsa birinci Әбілхан Қастеев бойынша topta ортаға шақырамыз. Топ мүшелерімен шақырамыз, өйткені топты жұмыс болғаннан кейін барлығы бірге орындауға. Сендерге мынау скотч тақтаға аршитін ілеміз. Жоғарыға. Қазақтың әйгілі кәсіби суретшісі Әбілхан Қастеев. Әбілхан Қастеев 1904 жылы дүниеге келген. Алматы облысы Зәркет ауданында дүниеге келген. Ол қазақта бейнелеу өнерімен танылған. Және де Әбілхан Қастеевті график кескіндемеші ретінде таниды. Әбілхан Қастеевтің абайға арнаған фотосуреті туындысы. Қай жылы жарыққа шыққан? Әбілхан Қастеевтің көптеген туындылары бар. Олар мақта жинау және Аманғали сарбаздары және қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевқа да арналған портреті жарияланған екен. Келесі туындысы. Бірінші туындысында Аманғали сарбаздары бейнеленген. Ал екінші қай жылы шыққан ол? 1967 жылы оны салған, екінші суретте Талас өзені. Бұл Талас өзені Әбілхан Қастеев 1970 жылы бейнеленген. Бұл картинкада Талас өзенінің суреті бейнеленген. Келесі туындысы. Үшінші суретте Қапшағай съезі 1978 жылы 1978 жылы бейнеленген. Яғни Қапшағай қай қалада орналасқан бізде? Алматы облысында, керемет туындыны да ол өзінің 10 туындысына қосқан екен. Келесі. Төртінші суретте Түрксіб темір жолы 1960 жылдан бастап қағида жасады. Келесі туындысы. Тұрған суретті сөйлетейікті. Ақсай карьері ол 1967 жылы салынған. Және оны Әбілхан Қастеев бейнеледі. Және де Әбілхан Қастеевтің жоғары ойлағанға арнаған сурет портреті бар. Қай жылы жарияланған? 1950 жылы, Және де мақта жинау. Ол 1936 жылы салынған, бейнеленген. Ал 9-шы сурет ол қызды еріксіз әкету. Ол 1937 жылы бейнеленген. 10-шы суреті сатып алынған қалыңдық. 1938 жылы салынған. Мына жерде мақта бойынша салынған екен. Бұрынғы замандарда мақта теру жұмысы болған екен. Яғни оқушыларды жаздық демалыс кезде, әр тоқсандық кезде мақта теруге шақыратын болған. Ал келесі мына қызалып қашу бойынша ше. Ол біздің салт дәстүрімізде бар ма? Бар. Және оның ерікті және еріксіз түрі де болған екен. 10-шы туынды қандай дедің? Сатып алған қалды қалың мал берілген. Сол бойынша жаңағы келесі бір картинкасы осы 10 туындының ішіне кірген екен. Жақсы, өте керемет. Жарайсыздар балалар. Тағы қосарларың болса. көптеген шығармалар жазды. Және де оның бір сөзінде былай деген. Мен өзім ұнатпаған адамдарды өлтіремін деп айтқан. Сонда бұның мағынасы, бірақ ол құмырсқаның өзіне тиіспеген, ал өзіне ұнамаған, яғни еріншектікке жаман қылық жасағандарды, яғни мен суретке салмаймын деген білдіреді. Ал Әбілхан Қастеев ол бір минут болсын уақыты бос кетпеген. Суреттен басқа нәрселердің барлығын жасай берген. Бір күні ол жаңадан көшіп келген кезде көршілері таң қалған еді. Мына жаңадан келген атақты көрші емес пе деп, суретші емес пе деп таң қалған еді. Сол кезде ал қорытынды, ол қанша атақты болса да, атағы жер жарып тұрса да, ол бәрін құдай
Құдайдың алдында тең болғандықтан бәрі ол солай жауап берген. Біз Құдайдың алдында бірдей қарапайым адамбыз деп. Қарапайым адамдармыз деп. Өте керемет. Балалар жарайсыңдар деген. Ал ендеше келесі біз топты шақырамыз. Екінші топқа Бауыржан Момышұлын бергенбіз. Не себепте екені ұлы тұлғалардың ішінде суретті өзіне жанына жақын тұтқан бізге Бауыржан Момышұлы, иә. Биыл біздің мектебімізге аты берілген және биыл Бауыржан Момышұлына неше жыл толып отыр? 111 жыл толып отыр. Ендеше суретке қандай бейімділігі бар екен, сол туралы ақпараттарды білуге сіздерге сөз бердік. Бауыржан Момышұлы 1940 жылы Отан соғысына қатысқан. Бауыржан Момышұлы 1941 жылы Отан соғысына қатысқан. Бауыржан ата сурет салуға кішкентай кезінен бейім болған. Және де ол соғыстың соңғы жылдарында гвардиялық дивизияның басқармасында жұмыс жасаған. Бауыржан ата ол оюда ойған және ол суретке бейім болған. Оның туындылардың бірі өзінің анасының суретін ол өз қолымен салған. Өте керемет. Бауыржан Момышұлының елге танымал геометрия көрсетелікте 20-дан астам қолтумалық өнерлері бар. Яғни суретті тек қана жаңағы арнайы қағаз бетінен түсірмей, арнайы оюмен де ою жұмыстарын жасаған екен. Ең алғашқы туындысы шапағат айтқандай өміріндегі жаңа бір тұтатын ешқандай баға жетпес адамы бұл аяулы анасының суреті екен. Ендеше балалар, месіндегі осы жерде қазір бір тапсырма берілген отыр. Бауыржан аталарының әлі күнге дейін өзінің құнын жоймайтын керемет бір қанатты сөздері бар, иә? Қандай бір қанатты сөздерін білесіңдер? Әділдікті мойындау ол адал кісінің ісі, опасыздық ол ойсыздық. Сын ерді шыдайды, қорқақты қинайды. Бақаның бағынан сәйгіліктің сорайды. Намысты нанға сатпа, қара бет болып қашқанша қайрат көрсетіп өлген. Өз елін құрметтемек, оны мақтамау, сатқындық. Меніп жүріп, игілік көргенше, қарсасын жүріп, бейнет көрген. Өтіріктің балында ұлап тірі жүргенше шындықтың оң бөлген. Ата-ана қадірін білмеген, ел қадірін біле алмас. Ел қадірін білмеген, ата-ана қадірін біле алмас. Яғни адамның Ешкім іштен батыр болып шықпайды. Батырлықта мінезде ол өскен орта мен тәрбиеге байланысты қалыптасады. Өте керемет. Яғни адамның бойындағы жақсы қасиеттерді және жаңағы өмірдегі ең алға қарай жаңағы дамуымызға жақсы адам. Ешкім іштен батыр болып шықпайды. Батырлықта мінезде өскен орта мен тәрбиеге байланысты қалыптасады. Ал енді біз бұл қорытындыға келсек, Бауыржан Момышұлы тек қана әскери жұмыстар жасаған жоқ, олар ойын-бұза қойған, суретте салған, басқа да нақыл сөздерде осы балаларға арнап көптеген өзінің қасиеттерін көрсеткен, білген. Өте керемет, жақсы. Сіздерге де жарайсын деп айтқымыз керек. Ал ендеше келесі біздің үшінші топ, біз тәуелсіздік тақырыбын берген себебіміз осы 10 жылдың ішінде қаншама еліміз үшін айтулы жылдарға толы болды. Ендеше суреттердің бәрін сөйлетуге тырысайық. Топ басшы бірінші. 1991 жылы Қазақстан егемендік ел болды. Осы жылдың 2 қазанында қазақтың тұңғыш ғарышкері, халық қаһарманы Тоқтар Әубәкіров ғарышқа сапар шекті. Ал 1992 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымына мүшесі болып, осы жылы қарулы күштер құрылды және осы жылы Алматы қаласында құрылтай болды. Яғни мына ғарыштың суреті соның белгісі,